Сәлем достар, қалдарыңыз қалай? Бүгін мен сіздерге Анджей Сапковскийдің «Мыстангер» шығармасын ұсынайын дедім. Достар, менің есімім Нұрбек. Мен YouTube каналымда әртүрлі кітаптарға бейне шоулар түсіремін. Өздеріңіз білесіздер, менің YouTube каналым ашылған кезде ең алғашқы видеолардың бірі осы «Мыстангердің соңғы трек» деген кітабы болатын. Оған мен бейне шоу жасағам. Сол видеода жалпы бірінші кітап туралы, Мыстангердің жалпы тарихы, автор бұл жазушылыққа қалай келгені, және де өздеріңіз білесіздер, Мыстангердің атақты компьютерлік ойыны туралы айтып кеткен болатын. Енді арада 7 ай өтіп, бізде Мыстангердің екінші кітап сериясы шығып отыр. Ол «Тағдыр семсері» деп аталады, екінші бөлімі. Бұл жерде де бірінші кітабы сияқты да әртүрлі оқиғалардың топтамасы болып жинақталған. Айта кету керек, осы алғашқы кітап бөлімдерінде бір-біріне ұйқаспайтын оқиғалар топтамасы шықса, кейінгі кітаптарында Геральттің бір ұзақ циклды романдар шығады. Ол не үшін солай болғанын айта кету керек. Ең алдымен бізде Анджей Сапковский Мыстангер деген кейіпкері және жалпы кітабы олай қатты коммерциялық сәтті болады деп ойламаған. Қысқаша ғана газет журналдарға Мыстангердің оқиғаларын жазып жүрген болатын. Кейін оның шығармалары табыстарға жетіп, ақшалай сыйақылар көп алғандықтан, ол Мыстангер туралы ұзақ циклдар жазған болатын. Ал қазіргі біздің қолымыздағы соңғы трек пен Тағдыр семсері шығармасында бұлар бір-бірінен тәуелсіз оқиғалар бұл кітаптарды алып, ішіндегі әртүрлі оқиғаларды жеке оқысаңыздар да сіздерге оның алдында не болғаны, одан кейін не болатыны маңызды емес. Сіздерге нақты бір оқиға береді. Ол әр оқиға өзінің түйіні бар. Сол жағы да өте ұнайды. Осы кітап алғашқы кітаптарындағы жақсылығын деп айта кетсек. Міне бізде Мыстангердің екінші кітабы немен басталады? Бізде білесіздер, бірінші кітабында Мыстангер өзінің достарымен табысқан болатын. Ол Сарғалдақ деген қасындағы досы, және де дуагер Йеннифер деген өзінің өмірлік ғашығын тапқан болатын бірінші кітабында, және де бірінші кітабында Цирилла деген кейіпкермен қалай жолыққаны, тағдыры қалай байланысқаны туралы айтыла кетеді, және де осы біздің кітаптың бірінші мұқабасында осы Цирилла мен Мыстангердің суреті көрініп тұр. Мен сіздерге бұл екінші бөлімнің толық оқиғаларын айтқым келмейді. Сіздерге ең алғашқы оқиғасы туралы айта кетсек, бізде алғашқы оқиға қалай басталады? Бұл жерде біздің Мыстангер Сарғалдақ Йенниферді танығанына уже біраз уақыт болып қалған, бірақ та білесіздер, Йеннифер мен Мыстангер бізде Геральт бірінші кітапта қосылған болатын, және де осы кітапта түсініп отырмыз, олар Геральт өз ғашығын тастап кеткен болатын, және де оның өзі де кітапта айтылады, не үшін тастап кеткені, және де олардың арасындағы қарым-қатынасты оқу өте қызық. Және де айта кету керек, бізде оқиға немен басталады? Бізде Мыстангер Геральт саяхаттап жүріп, алдынан әртүрлі өзінің достарын кездесе бастайды. Өйткені ол келе жатқан жолда көрші хандық па, корольдікте Айдахарды көріпті. Үлкен кәдімгідей мифтағы, аңыздардағы Айдахар. Біз айта кету керек, Мыстангер фэнтези жанрында болса да, ішінде әртүрлі ергежейлі эльфтер болса да, бұл әлемде Айдахарды өте сирек көрген екен, және де көрсе де елдер бұны шын деп есептемейді, аңыз, ойдан шығарылған бір дастан деп есептеген екен. Және де осылай бізде Геральт Айдахар аулайтын топқа қосылады, өз еркімен емес. Және де сол топта бізде кәдімгі D&D компания жиналып қалғандай әсер етті. Өйткені өздеріңіз білесіздер, фэнтези жанрында ұнататын адамдар подземелье и драконы, Dungeons and Dragons деген үстел ойыны бар. Ол жерде кәдімгідей адам рөл ойнап, кубиктар лақтырып, дайыстарды лақтырып, әртүрлі кейіпкерлерді сомдайды. Және де бұл жерде оқып жатып, сол кәдімгідей Dungeons and Dragons'тың бір компаниясы сияқты көрінеді басында. Өйткені ең басында осы өзіміз білеміз Мыстангер Геральт болады, және де
дуагерлер Йеннифер мен және де тағы да бір сиқыршы болады, екі сиқыршы болады, және де бізде ергежейлі дейді, гномдар ергежейлердің тобы болады, және де ақша үшін әртүрлі қиянаттар, қара жұмыс жасайтын жалдамалы қылмыскерлер болады. Міне осындай банды деп айтсақ болатын шығар. Сондай банды айдаһарды ұстау керек болады, және де айдаһарды олар әр осы сияқтағы топтың, әр адамдардың, әр қиял ғажайып рассаның өзінің бір мақсаты болады. Мұнда Йеннифер айдаһардың ұстауда мақсаты болады, және де адамдардың, гномдардың да өздерінің әрқайсының осы айдаһарды ұстап өзіне бір пайда көргісі келеді. Міне осындай қызық сәт туады, және де олар осындай топ болып бізге шынымен де үлкен алтын түстес айдаһарды табады, және де ол аңыз емес екен, шын өмірде бар екен көз жетіп, кейбір кейіпкерлер оның сұлулығына тамсанып, өмірінде бір ғажапты көріп, өзгеріп, іштей мен болды бұндай жаманшылықпен айналыспаймын, мен көрдім бұл нені, сиқырды, ғажапты, енді өмірім бір мәнді болды деген сияқты өзгеріп кетеді. Ал кейбір адамдар ештеңке ондай сұлулықты көрсе де соңына дейін бұл айдаһарды өлтіріп, содан кәдімгідей қаражат, ақша табам деген сияқты оймен болады. Және де айта кету керек, мен сіздерге бірінші ғана шығарманың оқиғасын айтып отырмын, қалған тағы да көптеген шығармалар бар, сол үшін спойлерден қорықпаңыздар. Және де мұнда Йенниферден бізде Йеннифер әртүрлі сиқырмен айналысқандықтан, ол Йеннифер деген әйел екен білеміз, дуагер. Оның организмде өзгерістер болады екен, сиқырмен айналысқан сайын өзінің әйел затынан айырыла бастап, бала туу қасиетінен айырылады екен. Міне сондай дуагерліктің бір минусы болады екен, және де сол Йеннифер деген кейіпкер сол айдаһарды өлтіріп, сол айдаһарды сатып, көптеген ақшалар алып, бір дуагерге барып, өзінің бала сүю қабілетін қайтадан өз қалпына келтіргісі келеді. Сондай мақсатпен болады. Бізде осы командада тағы да жануарларды да жақсы көретін бір адам болады. Ол ешқандай мақұлықтарды, жануар, құбыжықтарды өлтіргісі келмей, бүткір зұлымдық адамдардан келеді деген сияқты бір экоактивист сияқты болады. Және де арасында бір Толкиннің кейіпкері сияқты бір қияли адалдыққа, жақсылыққа сенетін бір рыцарь болады. Ол өзінің үйреншікті өмірімен қарайды да, мен айдаһарды көрдім, мен айдаһармен рыцарлық шайқасқа шығуым керек, мен рыцарьмын, айдаһарға қарсы соғысып, оны ұтуым керекпін деген сияқты патшаның атынан ол сол айдаһармен шайқасады. Бірақ та айдаһар оны өзінің от жалынсыз ақ, сиқырсыз ақ топ жеңеді, адал, таза жеңіспен. Бірақ та сол рыцарь өлтірмейді, ол жаралы болып, сол рыцарь және король өздері қайтып кетеді. Қалған ергежейлі гномдар деп атайық, сосын жалдамалы бандиттер ары қарай ештеңені тыңдамай, ары қарай соғысамыз деген сияқты. Айдаһарға бармай жатып, Йеннифер және де Мыстангер, тағы да құбыжықтарды жақсы көретін адаммен олар кәдімгідей өлмей тұрған, әлі өлтірілмеген айдаһардың бөлісе бастайды. Кім қанша үлес алу керек деген сияқты. Сондай кикілжің нәтижесінде біздің жаман кейіпкерлер Йеннифер, Мыстангер және сол біздегі құбыжықтарды жақсы көретін экоактивист, сосын Сарғалдақ деген біздегі бірінші кітаптан белгілі Геральттың досын байлап, өздері сол айдаһармен соғысады, бірақ та аяғында бәрін айдаһар ұтады. Міне осылай бізде бірінші оқиға бітеді, және де сол айдаһар кім екенін айтпай қояйын, ол енді бәрін спойлер айтпай қояйын, бірақ та бұл оқиға ең басында ғана болады, оның өлшемі 20% шығар, қалғанда одан кейін де әртүрлі оқиғалар болады. Айта кету керек, бұл кітапты оқыған өте керемет екен, қазақ тілінде және де фэнтези жанрында әртүрлі кітаптар шығып отқанына мен өте қуанамын. Өз басым фэнтези жанрын жақсы көремін. Мен Сақиналар әміршісін
бірінші кітабын оқып болдым, және де екінші, үшінші кітабын әлі оқыған жоқпын қазақ тілінде. Және де бізде Эмбер хроникасы деген кітап сериясы бар. Ода бізде қазір 4 кітабы шығып отыр. Сол 5-ші кітабы шыққан кезде кітап сериясын оқып жалғастырам деп ойлап отырмын. Өйткені мен бірінші кітабын ортасына дейін оқыдым да, бірақ та неге екені белгісіз тастап кеткен болатын. Бірақ та фэнтези жанрындағы шығармалар маған өте қатты ұнайды. Егер де сол Эмбер хроникасының 5-ші кітабы шықса, мен сол кітап сериясын толық оқып, сіздерге кітап шолу жасауға тырысамын. Менің YouTube каналымда көбінесе қазақ әдебиеті туралы видеолар көп қаралым жинайды. Енді көп қаралым болғанда, менің каналыммен салыстырған кезде көп қаралым жинайды, ал осындай шетел әдебиеті де кішкене бір процентін алса, осы фэнтези, хоррор, біздің қазақ тілді контенттік па сегментке әдебиет саласында өте аз қаралым алады. Бірақ та оған қарамай мен осындай Қазақстанда өте сирек оқылатын жанрлар туралы видеолар салуға жалғастырам. Өйткені ойлаймын, болашақта осылай көптеген кітаптар аударылып, оқырмандар осындай жақсы жанрларды тауып, атақты, мысалы фэнтези жанрының классигіне айналған осындай кітаптармен танысады деп сенемін. Назарларыңызға рахмет, сау болыңыздар.